Ассаламу алейкум, каналға қош келдіңіз. Бүгінгі видео ерекше болмақ. Әйел адамның жатырына суық тиген кезде құйрық майды қалай қолдану керек, сол жайлы айтпақшымын. Бірнеше жыл бұрын жұмыстағы апай, жасы шамада 60-тарда өзінің басынан өткен оқиғасын айтып берген еді. Ол кісі жатырына суық тиіп, балалы бола алмаған кезде ауылындағы емшіге барған. Емші осылай құйрық майларды турап, пакетке салып, оны беліне ораған. Және бірнеше күн бойы, қателеспесем бір апта бойы осы майды белінен шешпей жүрген екен. Себебі емші солай айтқан. Бір аптадай жүргеннен кейін ол кісі беліндегі майды шешкен. Біраз уақыт өткен соң ол кісі жүкті болған. Демек, жатырдағы суықты алуға ең жақсы көмектесетін құйрық май. Және бұл майды лақтырып жібермей бірнеше рет қолдануға болады. Тоңазытқышта сақтап, қалаған кезіңізде байлап қолдансаңыз болады. Сонымен қоса өкшеге және тізеге тартсаңыз да пайдалы.